Ханның баласы Қабыл әкесіне айтып тақ пен тәж жасаттырып алады. Бірақ әкесі Қабылдың мөр жасатып бер деген талабын орындамайды. Сол кездегі салт бойынша бір ханның елінде бір ғана мөр болуы. Ол мөрді тек хан ғана ұстауға тиіс екен. Басқалай лажы таба алмаған Қабыл өзінің нағыз хан екендігін серіктеріне көрсету үшін әкесінің мөрін ұрлайды. Сонымен көңілі жай тауып, балаларға шынайы өктемдігін жүргізе береді. Бір күні хан уәзірлерін шақырып алып, елден алман салық алу жөнінде бұйрық жариялайды. Ханның аузынан шыққан лебізді қалт жібермей жазып алған уәзірі өзіне оқып беріп, қағазды алдына қояды. Хан басын изеп қойып, сол кезде төс қалтасындағы мөрін іздеп таба алмай сасқалақтап қалады. Сонан барып, Қабылы есіне түсіп, дереу шақыртып сұраса, расында мөр Қабылда болып шығады. Хан мөрін алып қағазға басыпты да баласына ләм демейді. Ай артынан айлар, жыл артынан жылдар жылжып өте береді. Жылдар жылжыған сайын ханның Қабылы да есейе береді. Есейген сайын еселене береді. Ермек үшін ел бұлайды, бұланған ел жылайды. Өнер деп біліп ұрлық қылады. Сойқан мен шу-шұрқанның дуы Қабыл. Қабыл емес, күңірентіп елді күйзелткен дабыл екен. Момын ел бұл сойқаннан құтылуға зәру болады. Қыруар алтын қазынаға тоймаған мешкей Қабылдың әдеті күнде ұрлыққа баратын болыпты.